Сонымен құрметті оқушылар, сабағымызды жалғастырайық. Сақ қорғандарының ішіндегі ерекше бір көрінетін және есте сақталатын бұл Берел кезеңі. Берел Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданының жеріндегі Берел құрымындағы обалардың атына байланысты аталған. Берел деген жерден табылуына байланысты. Берел Алтай тауының етегінде орналасқан. Осының алдындағы сабақта есіңізде бар болса, Шығыс Қазақстандағы Шілікті қорғандарын айтқан болатынбыз, Шіліктіден 13 қола жебе табылған болатын. Алтын 5 жұлдыз. Шіліктіде бар жоғы 51 оба бар. Бірақ Шығыс Қазақстандағы Қатон-Қарағай ауданының жерінен 40-тан астам оба мынау Берел деген жерден табылды. Берел кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырлар. Берел ерте темір дәуіріне жатады және сақтардың кезеңі. Берел деген жерден ғалымдар үлкен мәдени ескерткіштер тауып отыр. Бірақ темір дәуірінде сақтар кісілермен бірге, өлген кісілермен бірге жылқыны да жерлеген. Бірақ соның көп дәлелін осы Берелден табамыз. Яғни үлкен Берел деген жерден ғалымдар үлкен қорғанда, яғни жердің деңгейінен 6-8 метрлік тереңдікте жерленген, қабірдің іші қарағаймен қаланған, астау саркофагқа салып жерленген ескерткішті тауып отыр. Бірақ ол обалардың биіктігі 8 метрдей. Осы Берел мәдениетінің бір ерекшелігі, үлкен Берел деген жерден өлген кісімен бірге жанына 4 қатарлап, 4-4-тен жерленген 16 жылқыны тауып отыр. Соның тағы бір қызығы ғаламат олжа болып саналатын 1998-1999 жылы тарихшы археолог Зейнолла Самашев осы Берел кезеңінің номері 11 обасынан ғаламат олжа тапты. Ол жерде әйел адам мен ер адам жерленген. Әйел адамның жасы егделеу, жігіттің жасы жастау. Соған қараған кезде ғалымдар номер 11 обада жерленген адамдарды анасы мен баласы деп тауып отыр. Неше түрлі генетикалық сараптамалардан кейін. Номер 11 обадан ғалымдар ғаламат олжаны таптық деп санайды. Себебі номер 11 обада 13 жылқы табылды. 13 жылқы ешқандай бұзылмастан бірдей түсті, жүрен түсті 13 жылқы табылып отыр. Жылқылардың еті де, терісі де, тіптен ішіндегі іш құрылысындағы шек қарны да, асқазанындағы шөбі де бұзылмай жеткен. Яғни берелдіктер адамдарды өлген кезде қайтыс болған кісіні мумиялауды біліп, яғни мұнау кәдімгі табиғи желдеткіш жасау амалдарын білген. Қабірдің ішінде -4 градустық салқындық сақталған. Берел мәдениетіне тән тағы бір ерекшелік жайпақ түпті қыш ыдыстардың болуы. Яғни Берелде жерленген адамдардың барлығы біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырға жатады. Берел деген жерден 40-тан астам оба тапты. Соның бірінде номер 11-ден 13 жылқы, үлкен Берелден 16 жылқыны тапты. Соның ішінде еті де терісі де бұзылмай сақталған жылқылар номер 11 обадан табылды. Және бұл да Қазақстан тарихындағы үлкен бір белгілі сақ қорғандарының бірі.